Сәлем достар. Бүгін біз көптеген адамдарда кездесетін мәселе қайызғақ туралы сөйлесетін боламыз. Бұл кішкентай ақ үлпектер ыңғайсыздық сезімін тудырады. Егер сіз үйде қайызғақты халықтық емдеу әдістерімен жоюдың қарапайым және тиімді әдістерін іздесеңіз, онда бұл бейне сізге арналған. Мен сізге бас терісін тазартуға және шашыңыздың денсаулығын қалпына келтіруге көмектесетін дәлелденген әдістер туралы айтып беремін. Бастайық. Емдеуді бастамас бұрын, қайызғақтың не екенін және оның неліктен пайда болатынын қарастырайық. Қайызғақ бұл бас терісінің өлі бөліктері, нәтижесінде қабыршақтанады, құрғақ тері, саңырауқұлақ инфекциясы. Шашқа дұрыс күтім жасамау, немесе агрессивті құралдарды жиі қолдану, гормоналды өзгерістер немесе стресс. Себебін біле отырып, дұрыс емдеуді таңдауға болады. Енді мен сізге қайызғақтан арылуға көмектесетін қарапайым, бірақ тиімді халықтық әдістерді көрсетемін. Қайызғақты жеңудің бірінші әдісі лимон шырыны мен кокос майы. Лимон қышқылы бас терісінің іріңденгейін теңестіруге және қайызғақты тудыратын саңырауқұлақтарды жоюға көмектеседі, ал кокос майы теріні ылғалдандырады және нәрлейді. 2 ас қасық кокос майын алыңыз және оны жылытыңыз. Оған 1 ас қасық жаңа сығылған лимон шырынын қосыңыз. Қоспаны бас терісіне ақырын уқалаңыз. 20-30 минутқа қалдырыңыз, содан кейін жылы сумен және сусабынмен шайыңыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін бұл процедураны аптасына 1-2 рет қайталауға болады. Келесі халықтық құрал алма сірке суы. Ол антисептикалық қасиетке ие және саңырауқұлақтармен күресу және қышуды азайту арқылы бас терісінің тепе-теңдігін қалпына келтіруге көмектеседі. 1 стақан суда 2-3 ас қасық алма сірке суын сұйылтыңыз. Сусабынмен жуғаннан кейін бұл ерітіндіні бас терісіне уқалаңыз. 5-10 минутқа қалдырыңыз, содан кейін шашыңызды сумен жақсылап шайыңыз. Алма сіркесін үнемі қолдану теріні тазартуға және қайызғақтың пайда болуын азайтуға көмектеседі. Қайызғаққа қарсы тағы бір қарапайым және қолжетімді құрал ас содасы. Бұл бас терісін артық майдан және өлі тері бөлшектерінен тазартуға көмектеседі, сонымен қатар саңырауқұлақтармен күреседі. 1-2 ас қасық сода алып, оны дымқыл шашқа тікелей жағыңыз. Бас терісін бірнеше минут уқалаңыз. Сусабын қолданбай жылы сумен шайыңыз. Сода қолданғаннан кейін сіз құрғақтықты сезінуіңіз мүмкін, бірақ бірнеше процедуралардан кейін бас терісі табиғи майларды шығара бастайды және қайызғақ айтарлықтай азаяды. Шай ағашының майы. Шай ағашының майы микробқа қарсы және саңырауқұлаққа қарсы қасиеттері бар күшті табиғи құрал. Бұл қайызғақты тудыруы мүмкін саңырауқұлақтардан арылуға көмектеседі. Кәдімгі сусабынға 5-6 тамшы шай ағашы майын қосыңыз. Шашыңызды осы қоспамен жақсылап шайыңыз, бас терісіне массаж жасаңыз. Майдың жұмыс істеуі үшін сусабын 5 минутқа қалдырыңыз, содан кейін шайыңыз. Бұл құралды үнемі қолдану қайызғақтан арылуға ғана емес, оның қайта пайда болуына жол бермейді. Алоэ вера. Алоэ вера тітіркенген бас терісін тыныштандыратын және қайызғақпен күресетін табиғи ылғалдандырғыш. Міне оны қалай пайдалану керек. Жаңа алоэ жапырағын алыңыз, оны кесіп, гельді сығыңыз. Гельді тікелей бас терісіне жағып, ақырын сүртіңіз. 30 минутқа қалдырыңыз, содан кейін сусабынмен жуыңыз. Алоэ теріні ылғалдандырып қана қоймайды, сонымен қатар саңырауқұлақтармен күресуге көмектесетін антисептикалық қасиеттерге ие. Алдын алу және күтім бойынша кеңестер. Болашақта қайызғақтың пайда болуын болдырмау үшін бас терісінің денсаулығын бақылау маңызды. Мұнда бірнеше қарапайым нұсқаулар берілген. Теріңізді құрғатпау үшін шашыңызды жиі жуыңыз. Қатты химиялық заттарсыз жұмсақ сусабындарды қолданыңыз. Тамақтануды қадағалаңыз. Теріге және шашқа пайдалы және дәрумендері бар тағамдарды көбірек қосыңыз.
Стресстен аулақ болыңыз, себебі ол бас терісін нашарлатуы мүмкін. Шаш күтіміне үнемі назар аудару қайызғақ мәселесін ұмытуға көмектеседі. Бұл бейнені соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер сізге кеңестер ұнаған болса, денсаулық пен сұлулыққа арналған пайдалы рецепттері бар жаңа бейнелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Түсініктемелерде қайызғаққа қарсы күресте қандай халықтық әдістер көмектескенін жазыңыз. Келесі бейнелерде кездескенге дейін.